Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді үгілмелі өзбек баклавасын жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп подсказка бөліміне өтсеңіздер, басқа да баклаваның түрлері бар, көрсеңіздер болады. Он мен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз. Салқын сармайды ұнға ауната отырып, үккіштен өткіземіз. Крошка жасаймыз. Крошка жасап болғаннан соң, оған 15-20% қаймақпен 4 жұмыртқаның саруызын қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан соң 4-ке бөлеміз. Ең үлкен бөлігін 450 грамм етіп өлшеп аламыз. Қалған бөлігін шамамен 200 граммдай теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Сонда барлығы 4 бөлікке осылай бөлеміз. Пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Салмасын дайындаймыз. Блендерден өткізілген грек жаңғағына қант немесе қант ұнтағын қосамыз. Грек жаңғағын тым қатты блендерден ұсақтаған жоқпын. Енді тоңазытқыштан шығарған ең үлкен 450 граммдық қамырды пергаменттің үстіне ұн себе отырып жаямыз. Мендегі протеиннің өлшемі шамамен 30-40. Бұл ең астыңғы бөлігін осылай үлкендеу етіп жаямыз. Жайып болған қамырды протеиннің үстіне қоямыз. Қамырдың үстіне бағанағы жұмыртқаның саруызынан қалған белокты, жұмыртқаның ақуызын осылай жағып шығамыз. Енді бетіне салманы саламыз, яғни салманың 3-тен 1-ін сеуіп шығамыз. Енді екінші 200 граммдық қамырды осылай ұн себе отырып пергаменттің үстіне жаямыз. Бетіне де пергамент қойсаңыздар оңай жайылады. Қамырдың барлығын өте жұқа етіп жаймаңыздар. Жұқалығы орташа болу керек. Жайып болғаннан соң протеиннің үстіне осылай пергаментпен аударамыз. Қамырдың бетіне жұмыртқаның ақуызын, яғни белогын жағып шығамыз. Белокты жағып болғаннан соң салмамызды сеуіп шығамыз. Үшінші қамырды да осылай пергаментке жайып, осылай аударамыз. Үстіне белок жағып, салманы сеуіп шығамыз. Соңғы 200 граммдық 4-ші қамырымызды да осылай жайып аударып, бірақ бұл қамырдың бетіне белок ақуызды жақпаймыз. Осылай шетін бітеп шығамыз. Жан жағын осылай қолмен тегістеп, осылай бітеген жерлерімізді осылай өріп шығамыз. Енді жұмыртқаның саруызын бетіне жан жағына жағып шығамыз. Пышақтың көмегімен ромбы пішінін осылай кесіп шығамыз. Бетіне әсемдік ретінде осындай грек жаңғағын батырып, бастырып, басып шығамыз. Грек жаңғағын бетіне қойған кезде осылай бастырып қоясыздар. Алдын ала қызған пеште 170-180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Пештен шыққан бойда ып-ыстық баклаваның үстіне бал жағып шығамыз. Сонда баклаваңыз жылтырап, әдемі өң және дәм береді. Мінекей үгілмелі хрустящий өте дәмді баклава дайын. Баршаңызға ас болсын.